Ассалаумағалейкум жүзім сүйер қауым. Бүгін жүзімге жапырақ арқылы қоректендіру жұмыстарын жүргіздім. Ертіндіні дайындамас бұрын судың тұздылығын өлшеп алдым. Кейін монофосфат калий мен мегафолды қосып дайын ерітіндінің көрсеткішін қайта тексердім. Бұндай бақылау өсімдікке берілетін қоректің мөлшерін дұрыс іріктеуге көмектеседі. Артық та емес, кем де емес, бәрі өз нормасында болуы маңызды. Бүгін жүзімге монофосфат калий мен мегафол берілді. Бұл қоректендіру жидектердің іріленуіне, қант жинауына және өсімдіктің күйзеліске төзімділігін арттыруға көмектеседі. Күні кеше кабриатов өңдеу жұмыстары жүргізілді. Ауруларға қарсы бүгін антистресс мегафол және қорек монофосфат калий. Жүзімде ұсақ түйек деген болмайды. Әрбір дұрыс жасалған жұмыс болашақ мол өнімге салынған инвестиция. Өнімдеріңіз мол болсын. Жақсы күнде жолыққанша. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық ағайын.